Құрметті талапкер, 2020 жылы магистратураға түскіңіз келетінін білемін. Бұл видеода сізді көріп отқаныма қуаныштымын. Бірінші өзімді таныстырып өтейін, менің есімім Ержан. Мен Қазақ ұлттық университетінде ағылшын тілі пәні оқытушысы болып табыламын. Бұл видеоны соңына дейін көретін болсаңыз, сізге өте пайдалы ақпарат беремін деп сенемін. Бірінші әңгімемізді статистикадан бастайық. Өткен жылы, яғни 2019 жылы магистратураға тапсырғандардың 40% ағылшын тілінен тесттен құлап қалған болатын. Сондықтан, егер сіздің қазіргі жағдайыңыз, ағылшын тілінен біліміңіз бастапқы деңгейде болатын болса, дайындығыңызды пысықтағаныңыз абзал. Екінші мәселе, өткен жылы сіздің қазіргі көретін технологияңыз бойынша дайындалған студенттердің 85% грантқа түскен болатын. Сондықтан сіздерді бізбен бірге дайындалуға шақырамыз. Енді қысқаша сабақты бастамастан бұрын біздің технология бойынша айтып өтейін. Сізге, егер сіз бізбен дайындалатын болсаңыз, арнайы платформамызды дайындап қойдық. Ол қалай? Біздің сабақты беру технологиямыз жетілдірілген. Сізге осы ағылшын тілінен дайындығыңызды өте жоғары деңгейге жеткізу үшін арнайы платформаға доступ берілетін болады. Яғни сізге логин пароль жіберіледі. Сол логин пароль арқылы біздің платформамызға кіріп 52 сабақты көре аласыз. Дәл сол 52 сабаққа сай біз сізге арнайы 1300 сұрақ дайындап қойдық. Түсінбеген сұрақтарыңыз туындаған жағдайда оны да біз сізге қарастырдық. Яғни Telegram каналымызда жабық чатымыз болады. Сол жерге түсінбеген сұрақтарыңыздың барлығына жауап алатын боласыз. Біз сіздің тестке кіргенге дейін грантқа түсуге көмекшілеріңіз болуға дайынбыз. Тағы бір айта кететін мәселе, дайындықты қаншалықты ерте бастайтын болсаңыз, соншалықты сіз сабақтарды қайта-қайта көруге және одан бір пайдасын алуға және бір тестті бірнеше рет орындауға, бір сабақты бірнеше рет көруге мүмкіндігіңіз бар. Біздің сабақтарымыз өте қысқа да нұсқан нақты түрде берілген. Яғни бір сабақты 1 сағатқа 2 сағатқа созбаймыз. Сізге именно магистратура келетін сұрақтарға байланысты және тақырыптарға байланысты сабақтар дайындап қойдық. Оның ішінде ол оқылымға байланысты, тыңдалымға байланысты және грамматикаға байланысты сабақтар болады. Сонымен қоса, мына ссылкаға өтетін болсаңыз, биылғы магистратураның форматы қандай, қашан тапсырасыз, қайда документ тапсыруыңыз керек, қазір оқып жатқан мамандығыңыздың басқа мамандықтарға сізге тапсыруға бола ма деген сияқты негізгі сұрақтарға жауап беріп өттік. Мұнда өтіп көрсеңіз болады. Егер сізге видео ұнаған болатын болса, лайк басып, пікір білдіріп, сұрақтарыңызды қоя берсеңіз болады. Және өздеріңіздің бірге осы жылы магистратураға тапсыратын достарыңызға бөлісіңіздер. Ал енді біздің сіз үшін дайындаған арнайы сабағымызды көруге мархабат. Сәлем достар, бүгін біз prepositions, яғни қазақ тілінде ол жоқ, орыс тілінде предлоги, яғни к, на, в, под деген нәрселер бар ғой, солар туралы сөйлесетін боламыз. Жалпы негізі тестте кездесетіні бізде шамамен 16 түрі бар, өзінің ерекшеліктермен деген сияқты. Негізінде ағылшын тілінде, бірақ одан әлде қайда көбірек. Негізгілерін тоқталып өтейік. Енді қараңыздар, prepositions туралы сөйлескен кезде біз ең біріншісі at-тен бастасақ болады. At деген кезде біз бір нақты уақыт туралы айтайын деп отырмыз. Мысалға, I get up at 7 o'clock деген сөз бар ғой. At ол нақты бір уақыт үшін. 5 o'clock. At 5 o'clock. Уақытта біз at-ті қолданамыз. Окей, ол бір. Екіншісі қатып қалған сөздер бар. At home, at work, at school деген сияқты. Үйде, мектепте деген сияқты. At деген жалпы ол бірінші мағынасы уақытқа келетін болса, екінші мағынасы ол сол маңында, сол жақта, сол тұста дегенге келеді. Онымен қоса арнайы сөздер бар. At Easter деген исключение есебінде. At Easter деген ол Пасха негізі. Пасхада деген мағынаны білдіреді. Мысалға, I didn't go to the church at Easter. Мен шіркеуге Пасхада барған жоқпын деген сияқты сөйлемді мысал есебінде алсақ болады. Екіншісі on. On деген негізі бір нәрсе екінші нәрсенің үстінде болатын болса, сол on, үстінде деген мағынаны білдіреді. Мысалға, the table is on the floor. Стол ненің еденнің үстінде деген. Немесе I see a pen on a table. Мен столдың үстіндегі
ручканы көріп тұрмын деген сияқты мысалда айтсақ болады. Бірінші негізгі мағынасы ол үстінде, on деген бір нәрсенің үстінде тұр былай. Екіншісі ол уақытқа байланысты күндермен қолданылады. On Monday, Tuesday, Thursday, birthday деген сияқты туған күн, иә, аптаның кез келген күні немесе туған күн кезде де біз on'ды қолданамыз. Және жаңа айттым, no on a table ол бір заттың үстінде екенін білдіреді. Үшіншісі in деген ол бір нәрсенің ішінде. Мысалға, I am in a classroom. Мен сыныптың ішіндемін. You are in a room. Сен бөлменің ішіндесің деген мағынада ол бірінші мағынасы. Екінші мағынасы ол жаңа айттық, мынау нақты уақыт, мынау күндер, енді одан үлкенірек біз уақытқа байланысты апта, ай, жылдар, ғасырлар кете беретін болса, оның алдына in қоямыз. Мысалға, аптаға байланысты in previous week. Алдыңғы аптада, иә? In September. Ай ғой енді сентябрь, сентябрьде, сентябрьдің ішінде. In 2019 жылы, 2019-ның ішінде деген мағынада қолданылып тұр. Окей? Негізгі мағынасы ол ішінде, ал апта және ай және жылдармен қосымша қолданыла береді. Сосын, for деген нәрсе бар. For деген ол үшін деп аударылады, иә. Оның басқа мида қатыратын нәрсе жоқ. Ол жерде I will pay for you. Мен сен үшін төлеймін, иә. Келесі, to деген сөз. To-дің қолданысы өте көп. Бұл жерде негізгісін алып өтейін. Бірінші мағынасы ол бізде бағыт мағынасы. Мысалға, мен мектепке барамын. Мен үйге кетіп бара жатырмын, иә. Бағыт мағынасын көрсеткен кезде to. I go to the cinema. I go to school. I go to school бар ғой. To осы жерде. Екіншісі мағынасы ол уақытқа байланысты. Мысалға, біз айтамыз қазақ тілінде 10-ға 15 минут қалды дейміз, иә. Сол қалған кезде біз to қолданамыз. Мысалға, a quarter to 6. Өткенде айттым, сан есімдерге байланысты өткен кезде quarter деген ол 4-тен 1-і. Бір сағаттың 4-тен 1-і ол 15 минут. Сонда a quarter to 6 деген 6-ға 15 минут қалды деген сөз. Немесе 5:45 қазір сағат. Сонда білуіміз керек нәрсе біріншісі ол бағыт, екіншісі уақыт айтқан кезде қолданылатын кезіміз. Келесі ол off. Off деген сөз ол қазақ тіліндегі ілік септігі ның, дың, тың деген нәрселер сияқты. Мысалға, үйдің, білмеймін, есігі, қаланың әкімі деген сияқты сол мысалды бердім. Mayor of a city is clever. Қаланың әкімі ақылды деген сияқты. Үйдің есігі, терезенің тұтқасы. Егер сіз ның, дыңды келтіргіңіз келсе, бір нәрсеге тәуел еткіңіз келсе, онда off-ты қолданасыз. Келесі by. By дегеннің бұл жерде екі мағынасын бердім. Ол біріншісі орыс тілінде к. Мысалға, I do it by 3. Сделай это к 3. 3-ке дейін істеп қой деген мағынам деді. К немесе дейін, иә. Екіншісі немесе 3-ке қарай деген мағына. Ал екіншісі ол по деген орысша. Түсінікті болу үшін орысша айтадым. По. Мысалға, I will come by 3. Жоқ бұл. Біріншісі do it by 3 дегенім ол бізде 3 дейін істе, ал I will come by 3 мен 3-ке қарай келемін деген мағына. Біреуі сонда 3-ке қарай, дейін, екіншісі 3-ден, 4-ден, 5-ден мағынаны айтқан кезде мен 10-нан 100-ден енді бір нәрсе айтқан кезде онда мен by'ды қолданамын. Одан кейін келесі during. During деген бойы деген мағына білдіреді. During ол көбінесе өзінен кейін ұзақтық болғаннан кейін барып зат есімді талап етеді, және одан кейін көбінесе нелер келеді? Уақытқа байланысты сөздер келеді. Мысалға, I did it during a week. Мен оны апта бойы жасадым. Апта деген ұзақтықты білдіреді уақыттың. Апта бойы жасадым, күні бойы жасадым, 5 сағаттың көлемінде жасадым деген сияқты. Көбінесе бірақ during'нан кейін бізде зат есім келеді. Зат қой. Week деген апта деген зат, Келесі among. Among деген арасында. 100 адамның арасында, білмеймін енді, 2 адамның көп болатын сол арасында деп кете береді. Мысалға, he is the best among them. The best деп тұрмын, өткендегі superlative, яғни сын есімнің күшейтпелі шырайы, ол ең мықты олардың арасында. Окей? Сыныптастардың арасында ма, білмеймін енді, кез келген достардың арасында ма деген сияқты. Between деген ортасында. Between екі зат тұрады, екеуінің ортасында. Мысалға,
мен камерамен тақтаның екеуінің ортасында тұрмын. I am between camera and a whiteboard деген сияқты. Немесе сіз екі адам арасында тұрсыз. Кез келген екі нәрсенің арасында отырмыз, онда between болады. Мысалға, I am between you and Ержан. Мен сен және Ержанның ортасында тұрмын. Келесі under. Кішкентай кезде есіңізде болса, енді білмеймін сіздер де болды ма, болмады ма, бірақ менде кішкентай кезімде Need for Speed Underground деген ойын болған. Жарыс, гонка, иә. Сол underground деген ол кезде жердің астында жарысатын байқасаңыздар. Өзі under деген сөз астында деген мағынаны білдіреді. Мысалға, my legs are under a table. Менің аяғым столдың астында. Окей, менің аяқтарым столдың астында деген мағынаны білдіріп тұр. Осы underground деген сөзбен ассоциация есебінде жаттап алғандарыңыз дұрыс. Одан кейін above. Above деген үстінде, бірақ бағана онда айттық қой, былай үстіне тип тұрады. Above деген тимей тұрады. Мысалға, потолок мен алам тип тұрған жоқ, дұрыс па? Потолок менің үстімде, аспан менің үстімде. Білмеймін, кез келген нәрсе бір нәрсеге жанаспайтын болса, онда ол үстіндегі мағынасы. Яғни, орыс тілінде nad қой, nad. Мысалға, sky is above us. Немесе, мына жерде the sky. Себебі айттық, sky деген ол біреу, аспан бәрімізде біреу, сондықтан the қолдан. The sky is above us. Аспан біздің үстімізде. Окей? Above деген үстінде. Келесі, up, down. Up деген жоғары, down деген төмен. Мысалға, go up, жоғары жүр, go down, төмен жүр. Окей? From деген бәрімізге белгілі деп ойлаймын, енді бәріміз айтамыз ғой, I'm from Kazakhstan деген сияқты, ол наннен данден, орысшасында is. Мысалға, I'm from Kazakhstan. Мен Қазақстаннанмын дегенді білдіреді. From деген орысшасында is. Next to me, near деген жанында екеуі мағыналы сөз, ешқандай бір-бірінде айырмашылығы жоқ. Next to near жанында деп аударамыз. Мысалға, you stay next to me. Сен менің қасымда, жанымда тұрсың деген сөз. Енді барлығын 15-ін айтып біттім. Енді исключение дейміз ба, ерекшелік дейміз ба, көбінесе бірге қолданатын сөз дейміз ба, қалай өзіңізге ыңғайлы солай жаттап алсаңыздар болады. Мысалға, get to деген сөз көбінесе тесттің ішінде бірге жүреді. Мысалға, how can I get to Mega? Мен Мегаға қалай барсам болады. Get to деген жетіп алу, орысшасында добираться, жетіп алу деген мағынаны білдіреді. Мысалға, мен Мегаға қалай жетіп алсам болады. Окей, көбінесе осы get to жетіп алу мағынасында қолданады. Бағана айттым ғой, to-ның мағынасы көп. Соның біріншісі осы жерде. Одан кейін мына жерде arrive at бар, arrive in бар. Екеуінің айырмашылығы бар. Arrive деген жалпы келу деген мағынаны білдіреді. Arrive in болатын болса, онда мен үлкен нәрсеге келдім. Үлкен дегенде қалаға, ауылға, білмеймін енді, мемлекетке келдім. Мысалға, I arrived in Almaty. Мен Алматыға келдім. Үлкен нәрсеге келетін болсақ, онда ол in, ал кішкентай зданияға, бір ғимаратқа келетін болсақ, онда ол at болады. Мысалға, I arrived at the airport. Мен аэропортқа келдім. Аэропорт енді қала емес, дұрыс па, бұл кішкентай. Кішкентай жерге келген кезде біз at айтамыз. Үлкен жерге қала, ауыл, мемлекет сияқты жерге келген кезде біз in айтамыз. Бұның айырмашылығын айттым. Енді good at. Good at деген ол бір нәрседе жақсы болу, бір нәрсені жақсы істей алу. Мысалға, she is good at math. Ол математикада жақсы, яғни математиканы жақсы біледі деген мағынада. Тура сол сияқты bad at. Ол бір нәрсені істей алмайды, бір нәрсе оның қолынан келмейді деген мағынада. I am bad at history. Мен историядан, яғни тарихтан онша емеспін. Мен тарихтан жаман, енді білмеймін деген мағынада ғой тарихтан. Одан кейін көбінесе listen мен to жүреді. Мысалға, ән бар естісеңіздер, мүмкін естеріңізде, listen to your heart деген, өзіңнің жүрегіңді тыңда. Соны мысал есебінде бердім, listen to your heart. Listen'нан кейін барып to жүреді. Окей? Несі жаңа preposition, предлогы. Жүрегіңді тыңда. Окей? Одан кейін барып enter деген сөз бар. Enter'дан кейін ешқандай предлог қолданылмайды. Просто enter жазам, ары қарай кіріп баратқан жерін жазам. Enter деген негізі өзі кіру деген мағынаны білдіреді. Мысалға, I entered that room. Мен ана бөлмеге кірдім. Негізі вошел в ғой, инді айтуым керек қой, дұрыс па? Бағанағы инді айтуым керек, бірақ enterдің өзіндік ерекшелігі, одан кейін барып ешқандай preposition, яғни предлог тұрмайды enterдан кейін. Келесі, say дегеннен кейін барып say мына жерде бір сөз бар, одан кейін бар to болады. Мысалы, say something to, біреуге бір нәрсе айтудан кейін барып қайтып to келеді. Мысалға, I say it to you. Окей, бұны мен саған айттым. I saying тұр, бір сөз тұр, одан кейін it деген, одан кейін барып қайтып to келеді. Окей, say something to somebody деген нәрсе ғой негізінде жалпы мерзесінде, бірақ оған қатты ойдаспай қойық. Келесі land деген on. Land деген негізі жер немесе қону деген білдіреді. Енді қонған кезде бәрі бір нәрсенің үстіне қонамыз ғой. Бағанағы бірінші сөз,
on деген үстіне. Сондықтан landтен кейін әрқашан бізде on болады. Мысалында airplane lands on the ground. Яғни самолет жерге қонады. Енді жерге қонбаса басқа жерге қонады деген сияқты. Одан кейін бар look деген қарау деген мағынаны білдіреді. Look at the mirror. Look at the whiteboard. Яғни тақтаға қара, айнаға қарау мағынасында көбінесе look-тан кейін at preposition келеді. Ең соңғысы айтатыны ол мынандай. ing-ның ортасында көбінесе to келеді. Үстіп жаттап алсаңыздар, оны миларыңызды ашытып үйретпей қойын. Мысалға, I prefer listening to speaking. Мен сөйлеуге қарағанда тыңдауды қалаймын. Я предпочитаю слушать, чем говорить деген мағынасында. Енді жалпылама. Preposition деген қазақ тілінде жоқ, себебі қазақ тілінде көбінесе септіктермен жүреді. Орыс тілінде бар, ол предлогтар деп атаймыз. Мыналардың барлығын сіздерге түсіндіріп бердім. Келесі сабақта кездескенше осымен біздің сабақ аяқталды.